Сәлем қыздар, сіздермен бірге Жанат. Мен бүгін сіздерге колбаса жасалу жолын көрсететін боламын. Нақты рецепт айтпаймын. Тек қана үй жағдайында жасау тиімді ме, қаншама ақша қажет, қандай заттар нақтырақ қажет болатынын айтып өтетін боламын. Бұл курсты мен де оқып көрдім. Және де 2 рет жасадым, заттардың барлығын алдым. Сәтті шықты, тура курстағы түсіндірген бойынша айтқандықтан менде жақсы болып шықты. Бірақтан мен ары қарай бұл нәрсені дамытқан жоқпын, себебі менің күйеуіме еттің иісі ұнамайды екен. Сол үшін мен заттарымды екінші бір қызға сатып жібердім курстағы. Және де бұл жерде бізде курсты алған кезде айтады ғой, әсел пеште пісіре беруге болады деп. Әсел пеште пісіруге болады, бірақ қаншама специялар алу керек. Мысалы, мына Даумак деген магазиннен аласың, халал болу үшін. И Алматыда ғана сатылады бұл специялар. Алматыдан алдыру керек. Еще специяларды 200 граммнан сатады. Примерно жалғыз алған адамдарда 30-40 мың теңге кетті. Ал біз бір қаладан 2 қыз болып 100 граммнан бөліп алғаннан кейін менде 20 мың теңге кетті. Одан кейін осындай шприц болды ішінде, қаншама специялар болды, жаңағы етті салатын оболочки, 3 термометр, соның барлығын біз сатып алдық. Және де курста қаншама адамдар оқыды, негізі нақты есімде жоқ, қаншасы, бірақ өте көп болды, 100-ге жеткен шығар мүмкін. Бірақ оның барлығы істеген жоқ, себебі осынша ақша кетеді деп ойламады ғой деймін. Сонымен кейбіреулер істеді, кейбіреулер ақша жағынан қиналды. Сол үшін курсты алатын кезде осы жағын ойлаңыздар. 30-40 мыңға заттарын аламын, істеймін десеңіздер, біздің топта ары қарай сатып табыс тапқандар да бар. Бірақ мен ары қарай жалғастырған жоқпын. Және де жасалу жолы да оңай негізі. Таза ет табу керек, халал, одан кейін оны тура курстағыдай специялармен араластырасыздар, және де осындай арнайы термометрлермен бүткіл градустарын дұрыс сақтап, айтқандай істесеңіздер, жасалу жолы өте оңай. Тек сол бастапқыда көбірек қаржы кетеді, және де сатқан кезде таныстарға солай сатып бастап кетсеңіздер болғаны. Тек басында көбірек ақша кететінін ескертейін дегем, және де күйеуі еттің иісін жақтырмайтындарға бұл нәрсені бастамай қойып саңыздар да болады, себебі үстіңнен уже еттің иісі, специяның иісі шығып тұрады. Бұл жерде қысқаша түсіндіріп кететін болсаң, етті просто аласыз, жаңағы неден өткізесіздер, ет тартқыштан специялармен араластырасыздар, және де 12 сағат холодильникке салып қойасыздар. Одан кейін печкада 3-4 сағат пісіру керек. Одан кейін тағы да 20 минутқа суға салып қойасыздар, сонымен дайын. Және де колбасаны ыстық күйінде емес, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, сол кезде дәмі күшті болады. Яғни бұл жерде колбасаны пісірген кезде өте көп уақыт кетеді. Оңай болғанмен, сондай уақыттар өте ұзақ-ұзақтан. Сол жағы да бар. Осымен мен түсінікті түсіндірдім деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер, комментарияға жазсаңыздар, жауап беретін боламын. Бұл жерде нақты айтқанда мен специяларды алу үшін 20 мың теңге кетірдім. Одан кейін тағы да ет қажет болды маған, мен оны тағы да 10 мың теңгеге сатып алдым. Сонымен пісірдім. Мен ешкімге сатқан жоқпын, үйдегілерге бердім. Сондай. Осымен менің видеом бітті. Егер түсіндірген ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің жағдайларыңызға қарай оқып алсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.